еті езіліп, картошкасы бүтіндей түседі. Біреуін жеп көреміз. Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Бүгін сіздерге қызыл қуырдақ немесе қан қуырдақ деп те айтамыз. Қуырдақтың жасалу жолын сіздерге көрсететін боламын. Еті үмілжіп жұмсақ болып піседі, ал картобы босап бүтіндей болып түседі. Етімізді бірінші осылай майдалап турап аламыз және қызып тұрған қазанымызға салып қуырып аламыз. 5 минуттай қуырып алғаннан кейін қазанның отын пәсетіп, өзімізге керекше тұзын себеміз. Сосын астын пәсетіп 20-30 минутқа астын отын пәс қойып, етімізді қуырып алатын боламыз. Міне еттің осылай өзі суы шығып, көбігі шығып, суы тартылады. Сол кезде етіміз майға қып-қызыл болып қуырылу керек. Міне еттің суы тартылып, өзінің майына қуырылып жатыр. Бірақ етіміз әлі піспеген. Астын пәс қойып, тағы да 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді пиязымызды салып, пиязымыз қызарып қуырылғанша тағы да 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Міне пиязымыз қызарып қуырылды. Енді картобымызды салатын боламыз. Картобымызды салғаннан кейін жарты бокал қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Жарты бокал су жеткілікті болады. Мен тұзын көрдім. Тұзы жеткілікті екен. Бұдан артық тұз салмаймын. Және де картобымызды қайта-қайта ашып қозғауға болмайды. Картобымыз езіліп кетуі мүмкін. Міне 15 минутта картобымыз пісіп шықты. Суы тартылып, әдемі болып өзінің майына қуырылып жатыр. Міне ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазақша каналды қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Етімізді тура осылай қуырып көрсеңіздер болады. Өте тамаша болып шығады. Етіміз үмілжіп пісіп, жұмсақ болып піседі. Енді пиязымызға қара бұрыш, қызыл бұрыш сеуіп дайындап қойдым. Оны қуырдақтың бетіне қойып, ұсынсаңыздар болады. Міне еті езіліп, картошкасы бүтіндей түседі. Біреуін жеп көреміз. Күшті сіздер жасап көріңіздер.